Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Мен жарқайды тағы эфирге шықтым. Кешкісін шығып жатыр дейді, күнімен жатып. Бүгін кәдімгідей сылқсыз жаттық бәріміз. Таңғы 5-6-ға дейін кішкентайым қызылап ауырып, сонымен жүрдік жағаласып. Бүгін күнімен енді кеше түнгі ұйқының ақысы күнімен бердік. Ұйықтадық, құлағымыз шақта жаттық. Сонымен уақытымыз өтті. Папамыз кеше охота деп кеткен. Әлі жоқ, қашан келетіні белгісіз. Сол біреудің деп қоймайды, біреу емес қой, маған менің күйеуімнің жігітім ғой. Соның қыдырғанына да бірдеңе шалып дұрыс жасамай кеткеніне де жаңағы не керек, мен сөзесіп қалып охотаға уақыттарыңыз бар. Мен жасаған кезде уақытыңыз жоқ, не істеп отырсыңдар? Мен сол кісіге мен үйретіп қойғандаймын. Бар сен, ана демалыс күні үйде жатпай, қыдырып охотаға барып, ешкім де сөзге шықпай бар, ешкім саласын жасама деп айтып қойғандай. Соған өзім ашуланып келе жатырмын. Обычно ашуланбаймын, жеңіл жіберемін деймін ғой, бірақ мен ашуланбайтындай болмайды да. Кейде болады ғандай. Сен барынша тырысасың да, сөз қайтармауға, ашуланбауға. Бірақ адамдар сен обязательно сөйлеуге, тіл қайтаруға, сөз қайтаруға, ашулануға мәжбүрлейді да. Пока сен ашуланып, ананы ренжісіп, ұрсып, бет жыртыспағанша, или болмаса жыламағанша, олардың бір жер тынышталмайды да. Неге сондай деймін да, адамдар енді ол жамандаған емес, жаман кісілер емес, просто балдарынан ала алмаған ашуын басқадан алған дұрыс емес та ол. Еще жаңа шығып едім, бір шаруаларды бітіріп қайтып келейін деп. Үйіме енді асығып, мына жерден такси шақырайын десем, 1001 бәле теңге. Кәдімгі ұшып тұр. Былай қарап отырсам, жаңағы қаланың сырты емес, іші. Сонда да жаңа новостройка болған соң, типа, считается, что он далеко от города. А на самом деле бұл деген не емес. Ана алыс тұрған қоңырдың бар ғой. Мысалы, сол жер қаланың ортасы болып саналады да. Енді типа қаланың ортасы. Мен тұрған жерім ондай көп емес, бір 4-5 остановка. Соған ақшаны өкіріп сұрап тұрсын, балама қойып жүр. Автобус шақ десем, остановкаға жеткізбей кетті. Негізі мына тұрған остановкаға өзім шаршап бір басым алып тұрса, жаңағы бір 10 минуттың бір сағаттай болып көрінеді екен. Сонымен ұстап жатамыз. Балам, дүкенге соғып кетейік жолдан, иә? Дүкенге соғып кетейік жолдан. Нан мен сүт ала кетейік үйге, ертеңге. Солай өстіпкен, әлі мен балдардың сабағында жазырған жоқпын. Әлі суға да түсірген жоқпын. Сол шаруаның бәрін жасау керек. Балдар өздігінен суға түсіп, өздігінен сабақ дайындамайды, папа қасында отырмағанша. Үйдің тірлігі дегенде бір күн ауырып қалып, бір күн міне. Тықырлап жинамаған едім. Уже үйдің іші деген жаталадан келсе невозможно тұрады. Енді 4 кішкентай бала бар, оның үстіне арасында жеңдерім, өзімнің бауырым балдар қосылады. Суға тас кірсең келіп, сол кезде вообще бомба түскендей болады. Енді қазір барып соны басым қазандай болып тұр, сонда да кешкісін барып үйлердің бәрін жинауым керек. Осылай, достар. Қайдайым, остановка жоқ болып кетті ғой, балам. Остановкамыз жоғалып кетті, ұзап кетті ғой тіпті. Шаршаған жоқсың ба? Шаршаған жоқсың ба? Айтып, карман положи. Қазір үйге кетіп суға түсіп, сразу сабағын жазасың, түсінген ба? Тек математика жаздың ғой, қалған жазбадың ғой. Қазақ тілі бар, әдебиетте сосын андай жаттау деп айтып жіберді мұғалімім. Мектепте жазған ең жаттамайсың ба әдебиеттен? Қазақ әдебиетінен. Міне өстіп кішкентай баламызбен төбелес арпалысып жүрсе болсаңыз, мен жаздым ғой мектепте дейді. Ол үйге тапсырма берді ғой, тапсырма жоқ, мен мектепте жаздым дейді. Мектепте жазған сол болады, жеткілікті болып тұр ғой бұларға. Үйде напрягать етуге болмайды. Бар енді жұмысымды келесі жұмысқа шығып кеткім келіп жүр. Жұмысқа шықсам осы баламды жаңағы ақылы мектептер бар, соған бергім келеді. Таңертең апарып тастап кешке алып кететін. Потому что үйде отырғанда да балаға уақытым жетпей қалып жатыр да. Үйде отырғанның өзінде. Енді үйде отырған таңертең үйде отырмаймын ғой. Ананы мынаны аламын. Арасында жаңа видео монтаждап беремін. Өзім бірдеңе жасап беремін, сонымен уақытым өтіп жатыр ғой. Сонда да енді үйде отырған есебім, мен официаль жұмыс жасамаған соң, даладағы жұрттың көзімен үйде отырған адаммын. Маған даже жаңағы тумаларды айтпай-ақ қояйын, өзім тумам, анау родственниктер, мен даже достарым, енді былай жақын досым болмаса достарым арасы, солардың өздері немене сен қолыңды бүйтіп өмірі бір деп сөйтіп сөйлейді ғой. Не істейсің сен күнімен үйде дейді. Шынымды айтамын ғой оларға. Таңертең тұрамын да, барлық жерді жинап
балдарымды шығарып саламын да, сосын ішім пісіп кеткен соң қайтадан шақырып қайта жинаймын деп. Логично ойлап жүрген жоқ та, ой бұл баланың бес баласы бар ғой. Конечно, баладан қуға салмайды деген жоқ. Обязательно сол тілін тығып сөйлеу керек та. Мен балдарыма бүйтпеймін, мен балдарыма мынаны істетпеймін, мен балдарыма өйтіп айқайлап тәрбиелемеймін деп. Мен ұрыспайтын, жаңағы нотация оқымайтын ананы көрмеппін. Басқа енді. Бірақ өзіміздің басымыздан көтеріп көрген жоқ біздің. Мен өзім мамамның қабағынан түсінетін не істеу керек екен, қай кезде қоянның ізін салып қашып кету керек екен, қабағынан білетін. Балдардың артынан мына жер кәдімгідей шу ғой. Мұндағы тұрып жатқан адамдар қалай тұрып жатыр екен, шу оңға. Қазір автобус келе жатыр, сосын жалғастырамыз әңгімемізді достар.